екінші бөлім. Шапкамызды жалғастырамыз. Қараңыздар, менде қазір құлақ бөлігі 9 сантиметрге жетіп қалды. Мінекей. Қазір бір қатар тоқимын, сонымен менде құлағы бітеді. Құлақтың соңғы қатарын біз бір столбикке жеткізбей тоқуымыз керек. Ең бірінші қатарда мен 8 столбикпен тоқыдым. Келесі қатарда оны 9-ға көбейтіп, барлығын 9-бен тоқып шықтым. Дәл сол бірінші қатары сияқты, соңғы қатарды да мен 8 столбикпен аяқтауым керек. Яғни мен қазір былай қарай тоқып келе жатқанда, маркер тұрған петляға соңғы бір столбикті тоқымаймын. Содан кейін қыздар, егерде сіздердің тоқу барысында жіптеріңіз бітіп қалып жатса, келесі жіпті қалай жалғау керектігін көрсете салайын. Осы жерден өзім кесіп жіберіп. Міне, жібіңіз бітіп жатыр дейік. Келесі жаңа жібіңіздің ұшын осылай ұзынырақ қылып аласыз да, бірден тоқып бастап кете бересіз. Міне, накид іліп аламыз бітейін деп жатқан жіппен. Одан кейін жаңа жіппен, міне, жаңа жіппен тоқып бастап кетеміз. Мына жіптердің ұштары осылай тұра берсе болады. Бұны сіздер ең артынан екі қабаттан қоя, өзін әр қабатын бөлек-бөлек инеге өткізіп, мына қатарлардың арасына кіргізіп тастайтын боламыз. Оны ең соңғы жағында көрсетеміз сіздерге. Міне, соңғы петляға тоқымаймын. Осымен бізде құлағы бітеді. Енді мына козырегі менде, мен кішкентай размерге құлақ 6 сантиметр болса, мына жағын 1 сантиметрге көбірек қылып аламын, яғни 7 сантиметр. 7 көбейтілген 14 бөлінген 10. Менде 9,8 болады. Оны округлять етіп 10 столбик қыламын. 7 сантиметрім 10 столбик болады. Енді қараңыздар, біз құлағын тоқыған кезде мына екі жақ бұрышы квадратный болып қалмасы үшін бірінші және соңғы қатарларда бір столбикті жеткізбей тоқып бастаған болатынбыз. 8-бен бастадық, келесі қатарларда бәрі 9 болды. Ал мына козырегін тоқыған кезде біз бір емес, 2 столбик жеткізбей тоқып бастаймыз қатардың бас жағында және ең соңғы қатарда. Значит, біз қазір 8 воздушная петлямен бастаймыз. Бөлек, бұны бөлектер аламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, 8 болады. Енді әрі қарай осыны шапкаға жалғауымыз керек. Шапкамыздың төбесі бізде, міне, мына бөлігі 25 столбик менде. Ол 18 сантиметр, алды. Сол 25 столбикті қазір 25 петляны санап аламын. Мына жоғарғы жақ, макушка жақ бөлігінен санайсыздар. Бізде маркер тұрған, менде ең соңғы тоқылмай тұрған петля, ол бірінші болады. Міне 1, одан кейінгі петля міне 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Осы петляға тоқып бастауым керек. Біздің узорымыз жаңа осылай қарай тоқылып бітті, төбесінен төменге қарай. Енді келесі қатарда біз төменнен жоғары қарай тоқимыз. Яғни шапкамызды былай бұрамыз да, жаңағы тоқығанымызды осылай жалғастырып кетеміз. Бірден накидімді іліп аламын да,
Міне. Осы жерден бастап бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, жиырма төрт және 25-шісі. Мінекей. Келесі қатар. Козыректің 8 соединительный столбигін тоқимын. Жеті және 8-ші. Бір воздушная петля қосамын. Бұл 9-шы болады. Келесі қатар тоқу үшін воздушная петля подъема. Тоқымамызды бұрамыз. Крючоктан кейінгі екінші петляға келесі қатарды тоқып бастаймыз. Міне, яғни біз қазір мұнда тағы да бір столбик қостық. 9 болды уже. Келесі қатарда 10 қыламыз. Екі маркерге дейін тоқыдым. Козырегінің соңғы петлясы тоқылды. Козырегіне 10 столбик болу үшін тағы да бір воздушная петля қосамыз. Петля подъема. Тоқымамызды бұрамыз. Крючоктан кейінгі екінші петляға.
Міне тағы да біреуін қостық. 8, 9, 10 болды бізде. Міне қазір осылай болып шығып жатыр. Козыректің соңғы столбигі 10-ға жеткіздік, е. Схемаға қарасаңыздар, міне тура сонда болып шығып келе жатыр. Желкесі 3 сантиметр, желкесінің жартысы, одан кейін құлағы 9 сантиметр. Енді маңдайы алдыңғы бөлігі менде 16 сантиметр болғанша тоқимын. 0-ден 16-ға дейін. Бірақ көзді таршым қойып 16 сантиметр болғанша бізге тоқып шығуға болмайды, себебі бізде мына бұрышы квадратын болып қалмасы үшін, дәл мына бас жағындағы жасаған сияқты, мына жерде біз воздушная петля қосып отқан болсақ, ал соңғы жағында керісінше азайтуымыз керек. Онда сіздер шамамен 2 сантиметр жеткізбей тоқыңыздар. Менде 16 болса, 2 сантиметр жеткізбей, мен 14 сантиметр болғанша тоқимын. Макушка жағын ұмытып кетпеңіздер, мұқият қарап, маркерлеріңізді қыстырып отырыңыздар. Қыздар, мен 14 сантиметрге жетіп қалдым. Желательно менімен бірге осындай жоғары жақ шетінен бітіріңіздер. Егер сіздер қазір мына жақ шетінен біткен болсаңыздар, тағы да бір қатар тоқып жіберіңіздер жоғары жағына қарай. Неге соңғы маркер тұрған бір петляны тоқымаймын. Воздушная петля, келесі қатар тоқимын. Әр қарай өздеріңіз қатарды соңына дейін, яғни жоғарғы жағына дейін тоқып шығыңыздар. Макушкасын тоқып алдық. Енді қыздар осы қатарды соңына дейін маркерге дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Міне козырек жағына келдік. Енді соңғы жағында міне тағы да бір петляны тоқымай кетеміз. Мына жақ шетінде 2 петля қосқан болсақ, мына жағында керісінше 2 петляны тоқымаймыз. Воздушная петля. Мына енді менде соңғы қатар болады. Соңғы қатар ушанканың жоғарғы жағынан бітуі керек.
тартып болдық. Воздушная петля. Енді біз құлақ бөлігін, яғни бұл артқы бөлігі, соны тоқуымыз керек. Артқы бөлігі, шапканың биіктігі бізде 19 сантиметр. 19 сантиметріміз, ол 27 столбик. Міне 27 столбик биіктігі болады. Ал құлағы бізде 9 столбик. Бірақ біз бастаймыз құлақтың бірінші қатарын 8 столбиктан, одан кейін келесі қатарда бір петля қоса саламыз. Қазір 27 столбик тоқуымыз керек, бірақ оны тоқмас бұрын бізге мына тұрған 8 петляны санап бөліп алуымыз керек, қыздар. Біз екі петляны қысқартып тастадық. Козырегінде бізде 8 петля. Соны бөліп алуымыз керек. Неке маркер тұрған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы 8-шіге қыстырып қоямын. Яғни маркер тұрған жерге мен тоқымаймын. Бірінші соединительный столбик. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 болды. Міне бізде маркер тұр. Енді воздушная петля. 26-шы және 27-ші столбик. Одан кейін құлағын 8 воздушная петля қосымша тағы да тоқимыз құлағына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі қатар тоқу үшін петля подъема, воздушная петля. Накетіліп алып, келесі қатар тоқып бастап кетеміз крючоктан кейінгі екінші петляға. Бірінші соединительный столбигіміз. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Бұл құлағы, әрі қарай уже шапканың биіктігі. Келесі қатарымыз. Құлағындағы соңғы соединительный столбикті тоқимыз маркер тұрған жерге, және бір воздушная петля қосамыз. Сонда құлағында бізде 9 болады. Петля подъема. Тоқымамызды бұрамыз. Әрі қарай
Қыздар, өздеріңіз тоқи беріңіздер. Екінші құлағын өлшеудің қажеті жоқ. Бірінші құлаққа қарап отырып, қатар санын салыстырып отырып тоқи бересіздер. Бірінші жақ құлағына қарап отырып, салыстырып отырып, мынандай косичканы санап шығасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, менде 6 қатар косичка. Екінші жағын сонымен бірдей қылып тоқисыздар. Желательно тоқып болған кезде ең соңғы қатарды жоғары жағынан бітіруге тырысыңыздар. Одан кейін сіздермен желкесінің екінші бөлігін тоқимыз. Менде мінекей соңғы қатар болады қазір құлағымда. Мына жағымен былай салыстырдым. Міне 1 косичка, 2, 3, 4, 5, 6 косичка және міне бір қатар бар тоқылған. Онда да мына 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы косичка болады. Қазір ең соңғы бір қатарды тоқимын. Қатардың соңғы жағына келіп қалдық. Бір петляны тоқымай қалдырып кетеміз. Неке соңғы қатарда бір петля тоқылмай қалады бізде. Дәл бас жағы сияқты. Осымен бізде құлақ бөлігі бітті. Менікі төмен жағынан бітті қатарым. Енді желкесінің екінші бөлігі 3 см, менде ол 4 қатар. Яғни 27 столбикпен, соединительный столбикпен 4 қатар тоқып шығуым керек. Тоқымамды былай қарай бұрамын да 8 петляны санап бөліп аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-шысынан бастап тоқимын. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, міне соңғы 2 петля 26, 27 болады. Келесі қатар, екінші қатар. Ары қарай өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Мына жақта қанша қатар болды сіздерде? Артқы бөлігі. Мынаны тура сондай қылып тоқисыздар. Мынау менде 3-ші қатар. Қазір келесі қатарым соңғы 4-ші қатар болады. 3-ші қатарда қараңыздар, менде
екі петлям бар, тоқылмаған. Накидтелеп аламын. Мына бір петляны тоқимын. Соединительный столбик с накидом. Енді біз кері қарай жүрсек, 4-ші қатарда. Одан кейін біз тағы да тоқмайтын болғандықтан мына петлямыз қалып қалады, Сол себепті біз осы петляны да қосып тоқып кетсек болады ең соңғы жағында. Накидтелеп аламын. Соңғы петляны қосып тоқимын. Мінекей болды. Енді соңғы 4-ші қатарым. Енді біз артқы бөлігін біріктіруіміз керек. Қазір жіпті мына жақтан жіберейін. Бір соединительный столбик с накидом тоқимын. Ең бірінші петляға міне. Бірден, крючоктан кейінгі бірден бірінші петляға соединительный столбик тоқимын. Және крючокты шығарып аламын да, мына жақтағы ең бірінші петляға. Міне қараңыздар. Міне ең шеткі бірінші петлясы. Мынау екінші петля. Осыған ар жағынан алып кеп кіргіземін. Жаңағы петлямды шығарып аламын мына жақтан. Кішкене тартамыз. Бергі жағына соединительный столбик тоқимыз накидпен. Ал арғы жағына тоқмаймыз, тек біз петляны ғана шығарып алып отырамыз өстіп. Накидтелеп алып соединительный столбик тоқимын бергі жағына. Және сол петляны арғы жағынан шығарып аламын. Мінекей осылай. Жоғары жағына дейін жауып шығасыздар. Мінекей соңғы петляға тоқимын. Және арғы жақтағы соңғы петлядан шығарып аламын. Біріктірген жерге дейінгі мына косичкалардың арасы жақын, кішкентай ғана аралары. Ал біріктірген жеріміздегі мына екі косичканың арасы алшақ болып кеткен, Осылай қалдыра беруге де болады. Немесе қазір сіздер тағы да дәл қосқан жерден, міне мына жерден бір қатар просто соединительный столбик тоқып шықсаңыздар болады. Косичка ретінде тұрады ғой. Дәл ортасына, екі косичканың дәл ортасына. Мына тұрған үлкен тесіктер көрініп тұр ғой, соларға соединительный столбик. Накид еш нәрсе ілмейміз, тек қана крючогымызды ары қарай өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Міне. Және жұмыс жібін крючоктағы петлядан да тартып шығарамыз. Мінекей осылай тоқып шықсаңыздар,
сол кезде біріккен жері вообще идеально болып көрінеді. Мінекей қараңыздар. Иә, міне косичка, міне косичка. Ал мына жаңағы біздің тоқыған косичкамыз. Осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Соңғысын тоқыдық. Қараңыздар. Енді бірден мына жердегі жиегіне обвязкасын жасап кетсек болады. Оны да дәл осы сияқты соединительный столбикпен тоқып шығамыз, қыздар. Мінекей. Екі косичканың ортасынан біреуін тоқимыз. Одан кейін мына тұрған косичкаға тоқимыз. Осы косичканың бойымен, мінекей мына жеріне, шетіне соединительный столбик. Келесі косичка. Ортасына емес уже. Келесі косичкаға соединительный столбик. Енді мынау желке жақ бөлігі мынау бірден құлаға басталып кетті. Екеуінің қосылған жері. Ортасы, иә. Осы жерде де тесік бар. Бұған тоқымайсыздар. Бұны өткізіп жіберіп, бірден құлақ жаққа тоқисыздар. Мінекей осылай. Плавный болып шығады, иә, жиегі. Петляларыңызды біркелкі тартып отырыңыздар. Шеті аккуратно әдемі көріну үшін. Мінекей мына жерге соңғы петляға тоқимыз. Так, бұрышы. Біз негізі қазір мына әрбір косичканың түбіне ғана тоқып отырамыз. Бірақ бұрыш жағында біз екі косичканың ортасына тоқуымыз керек. Чтоб біз қазір мысалы бірден тоқитын болсақ осы жерге соединительный столбикті. Онда мына арасы аккуратно болмай қалады, желіп қалады арасы. Сол себепті мына жерден бір рет тоқиық. Косичканың алды жағынан біреу. Одан кейін мына тұрған косичканың өзіне соединительный столбик. Одан кейін мына бір келесі косичканың бойымен. Мінекей. Сәл бостау тоқимыз. Косичканың бойынан тоқыдық. Міне, келесі косичка осы екеуінің ортасынан тоқимыз. Одан кейінгі міне жанындағы петлялардан, міне осы тұрған петляларға тоқимыз. Мінекей қыздар, осы жерден біз жібімізді кесе беруімізге болады. Біз қазір былай қарай жалғастырмаймыз. Осылай ұзынырақ қылып запаспен кесіп алып қалыңыздар. Пока жіптің ұшын жасырмай осылай қоя тұрыңыздар, иә. Біз егер қазір осыны әрі қарай жалғастырып кете беретін болсақ, тоқып, онда біз мына козыректі қайырған кезде, іш жағынан тоқыған кездегі мына бір узоры шетіндегі обвязканың козыректің іш жағында қалып қалады. Ал сырт жағы әдемі болып көрінбей қалады. Сол себепті біз козырегін қазір отдельно бөлек тоқып аламыз. Осылай, мына түбінен бастап
тек козыректі ғана тоқып аламыз. Бұл әдемі көрінуі үшін. Жібімізді жалғап, соединительный столбик тоқып береміз. Козыректің жаны бұл. Бірден мына тұрған косичканың бойына тоқып кетсек болады. Мына тұрған петля және мына көлденеңмен тұрған ұзын бір петля бар ғой, соның астынан күртекті кіргіземіз. Мінекей осылай. Келесі косичканың бойымен осыдан және мына тұрған ұзын петлядан қараңыздар, 1, 2, 3 косичканың бойымен тоқыдық. 3 косичкадан кейін біз осы 2 косичканың арасына тоқуымыз керек. Бұл бізде қатты жиырып қалмас үшін осылай жасаймыз. Мінекей қазір тағы да 1, 2, 3 косичкаға тоқимыз. Одан кейін арасына тоқимыз. Келесі 1, 2, 3 косичканың жоғары жағынан тоқимыз. Одан кейін арасына тоқимыз. Келесі бірінші косичка. Екінші. Үш. Және арасына тоқимыз, косичкаға емес. Келесі 3 косичкаға. 1. 2. 3. Арасына. Және міне соңғы жағы. Мына тұрған косичкаларға тоқып шығамыз. Соңғысы. Соңғы косичка. Енді жанына тоқимын. Енді бізге мына екеуін шетін әдемілеп біріктіруіміз керек. Жіптің ұшын бірден мен жасырып шығамын. Тағы да біреуін тоқып алайын.
мінекей бұрышы осылай әдемі болып бірікті. Мына жіпті де бірден жасыра салуға болады. Енді мына козырегін тоқып болдық. Екінші құлағына жасап бастаймыз обвязканы. Так, екі косичканың арасына біреуін тоқимыз. Соңғы жағына келдік. Енді екі косичканың арасына және әрі қарай инемен аяқтаймыз. Мына біздің обвязка жасап бастаған жеріміз. Мінекей. Осылай білдікпей, әдемі қылып аяқтап аласыздар. Жіпті іш жағынан жасырамыз. Мінекей, енді тоқитын жерлеріміз бітті. Қараңыздар. Мына жіптердің ұштарының барлығын жаңағы мен көрсеткендей жасырып шықсаңыздар болады. Бізге енді мынаның төбесін жабуымыз керек. Қазір енді жаңа жіпті жалғаймыз, және крючоктың номерін сәл кішірек алыңыздар, қыздар. Қазір біз бір қатар столбик без накида тоқып шығуымыз керек. Ол столбиктарды біз мына тұрған косичкалардың бойымен, тек ең ұзын болып тұрған косичкалардың бойымен алып тоқимыз. Мінекей, мына косичка. Одан кейін косичка бізде укороченный, келесі мына косичка. Ұзын болып тұрған. Келесі екі қатар бізде укороченный, оған тоқмаймыз. Міне, ең шетіне дейін барған косичкадан тұратын қатар, солардың бойымен тоқимыз. Крючогымызды қыстырып алайық. Жаңа жіпті жалғаймыз. Крючок номері кішірек болса, сол кезде төбесі тесік-тесік болып қалмайды. Бір воздушная петля. Қараймыз, ең ұзын болып тұрған косичкалар. Мына екеуі укороченный, одан кейінгісі міне. Мына екеуі укороченный, одан кейінгі қатар. Екеуі укороченный. Біз бастаған жерімізге келіп қалдық. Мына жерге соңғысын тоқимын қазір. Қатардың бас жағымен біріктіріп алайын. Ең бірінші петля. Жіптің ұшын кішкене ұзынырақ қылып кесіп алып, енді инемен жауып шығамыз.
мінекей төбесі осылай жабылды бізде. Мына артық шығып тұрған жіптердің барлығын жасырып шығыңыздар. Одан кейін бізде козырегін бекітіп, шетіне бауту қойғаны қалды. Енді байлай берсек болады. Сосын қыздар, егер де бауын байланатындай қылып тоқығыларыңыз келсе, онда қазір көрсетейін. Воздушная петлядан цепочка тоқимыз, өзімізге қажетті ұзындықта. Баудың ұзындығын қанша болғанын қалайсыз, сол ұзындықта тоқып шығасыз. Мен қысқа ғана қылып көрсете салайын сіздерге. Одан кейін келесі қатарда мына әрбір воздушная петляға біз соединительный столбик тоқимыз осылай. Баудың ұзындығы өз қалауларыңызша. Және мына ушанканың өзіне бауымызды осылай бекітеміз. Одан кейін жіптің ұшын инемен бағанамен көрсеткендей жасыра саласыздар. Менікі сияқты жасағыларыңыз келсе, міне балам бауды байлай алмай, кішкентай болғаннан кейін сол себепті осындай қысқа ғана қылып тоқып, онда екі заклепка тағып қойдым. Баланың өзіне ашып жабуына ыңғайлы болу үшін. Бұндай заклепкаларды кез келген рукоделие магазиндерінен алсаңыздар болады. Қазір осыны көрсетем қалай тоқитынымызды. Ширинасы менде осылай болады. Мына тұрған 3 петляға тоқимын. Бір, 2, 3, 4, 5 воздушная петля. Өлшеп көрейін бойы. 6, енді петля подъема. Крючоктан кейінгі екінші петляға соединительный столбик тоқимын. 6 воздушная петля болса, 6 соединительный столбик болады. Келесі екінші петля. Бұғанда соединительный столбик тоқимын. Тоқмамды бұрып, крючоктан кейінгі екінші петляға соединительный столбик тоқимын. Бір. Петлямыздың арғы жақ қабырғасынан ғана іліп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6. Петля подъема. Тоқмамды бұрамын. Крючоктан кейінгі екінші петляға соединительный столбик. 2, 3, 4, 5, 6 соединительный столбик болды. Енді ушанканың бағана айтқан үшінші петлясына бір соединительный столбик тоқимын. Тоқмамды бұрамын. Және крючоктан кейінгі екінші петляға келесі қатардың соединительный столбигін тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5, және 6-шы. Бір қарап алыңыздар, ширинасы өздеріңіздің көңілдеріңізден шыға ма екен. Менікі осымен болды.
жіптің ұшын инемен жасырып шығамын және тура осылай екінші жақ құлағына да екінші бауды тоқимын. Осымен қыздар біз ушанкамызды тоқып болдық. Мінекей мен жағына заклепкасын тағып қойдым. Өте ыңғайлы балаларға. Шапканы міндетті түрде тоқып болғаннан кейін жуып, отпаривать етіп алыңыздар. Мен мына шапканы жудым. Отпаривать еттім, ішіне подкладын тігу ғана қалды. Бұл екі шапка екеуі екі түрлі жіппен тоқылды. Менің өзімнің таңдауым газал жібіне қарағанда Ализе жібімен тоқыған. Мен үшін жақсы сияқты, себебі мына газал жібі негізі өзі қалыңдау жіп. Біз оны екі қабаттағаннан кейін тіптен қалың болды да, шапканың салмағы қоңырға қарағанда сәл ауырлау болып шықты. Сонда да бәрібір де әдемі көрінеді. Дәл спицемен тоқылатын узор сияқты. Сонда узорға имитация жасадық. Спицені үйрене алмай жүрген қыздарға таптырмас сабақ деп ойлаймын. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Егер де видео ұнаса, қазақ тілді каналдың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып кетулеріңізді сұраймын. Кез келген түсінбеген жерлеріңізді комментарийге жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңызды қойып, көрген уақытта міндетті түрде жауап беремін. Және де қыздар, өз жұмыстарыңызбен менімен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Осы видеоның астына инста парақшама, WhatsApp нөміріме ссылка қалдырып кетемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.